Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тіл сабағын бастаймыз. Шар нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп ұлы Абай атамыз айтқандай, барлықтарын білімді, қайратты, жылы жүректі ұлыларына тілектеспін. Олай болса балалар, тапқыр болсам тауып көр әдісімен жұмбақ шешіп көрейік. Бірінші жұмбақты кім оқиды екен? Ерасыл оқи қойшы. Алла таяқ ұстаған, жол тәртібін нұсқаған, өміріңді күзеткен, ысқырығы күштады. Жарайсың. Жауабы не екен балалар? Жауабы Алтынай. Полиция қызметкері. Олай болса тексеріп көрейік кәнекей. Өте керемет, жақсы. Балалар, ары қарай келесі жұмбағымызды бастаймыз. Аяна оқи қой. Білімнің дәнін тереді, балаға тәлім береді. Шәкіртке жанашыр, мейірімін кім жана асыл. Кім екен? Мұғалім. Мұғалім. Жақсы. Керемет балалар, жарайсыңдар. Келесі жұмбақты дауыстап қатты оқимыз. Кәні оқи қой Алтынай. Мектеп сәндер, Дауысы шығар. тігістерін бөгетін. Солпысын жөндеп, кім көйлек тігетін. Ал, не дейді? Тігінші. Керемет, жарайсыңдар. Балалар, олай болса, жұмбақтың барлығын керемет дұрыс шешсіңдер, иә? Балалар, жұмбақтың шешуі қандай мамандық иелері болып тұр? Барлық мамандық иелеріне жада ма? Жада, иә? Қандай мамандық иелерін айттық жұмбақты шешуінде? Полиция қызметкері. Керемет. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта мамандықтың бәрі жақсы деген бөліп, соның ішінде сөз және оның мағынасы деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінмен синоним, антоним, амоним сөзді, сөз мағынасын ажыратуды үйренеміз. Олай болса, балалар, сабағымызда ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ балалар бәйге әдісі арқылы бағаланады. Әр сұраққа жауап берген сайын кім бәйгеде бірінші жетеді? Балтық жер. Әр тапсырма балтық жер арқылы бағаланады. Ой қозғау әдісі арқылы балалар біз кітаптағы оқулықтан қатты оқыдық, әлді қатты оқыдық. Олай болса, балалар, сендер қандай ой түйдіңдер? Сөз неден құралады екен, балалар? Сөз неден құралады? Қолдайдан. Ерасыл? Сөз дыбыстан құралады. Сөз дыбыстан. Сөз нені білдіреді? Сөз нені білдіреді? Сөз мағынаны білдіреді. Керемет, жақсы. Сөз дегеніміз не? Айна. Сөз дегеніміз не? Сөз дегеніміз сөз заттың қималдың сапасын білдіретін, санның атауын білдіретін зат. Сөз дейміз, е? Керемет, ары қарай. Сөз мағынасына қарай, сөздің қандай мағыналары бар? Біз өткенбіз, үшінші сыныпта да өттік. Сөздің қандай мағыналары бар? Сөз мағынасына қарай нешеге бөлінеді? Үшке бөлінеді екен. Қандай сөздер болып бөлінеді екен? Синоним. Керемет, жақсы. Синоним дегеніміз мағынасы. Қандай сөздерді синонимдер дегеніміз? Балым. Мәндес мағыналары бір-біріне жоқ сөздерді синоним дейміз. Антоним сөздер дегеніміз мағыналары қарама-қарсы сөздерді антоним сөздер дейміз. Амоним сөздер дегеніміз дыбысталуы бір, мағынасы әртүрлі сөздерді амоним сөздер дейміз. Олай болса, балалар, осы синоним, антоним сөздерді қалай түсінгенімізге байланысты топтық жұмыс асық үйру әдісі. Үш топқа бірінші топ амоним, екінші топ антоним, үшінші топ синоним. Енді амонимге байланысты асық үйру әдісі арқылы асық үйріп көреміз. Келіне топқа қарай. Сен жақсында тұрасың. Ал қай қызыл түсті жауап бере ғой. Ерасыл, ал қара. Амоним. Түс, қара, ана адамға қара. Қимылдың атауы. Келесі. Жүз. Суда жүз ол кісі
Керемет, жақсы. Мақта. Мақта. Кәдімгі мақта, біреуді мақта. Біреуді мақта. Керемет, жақсы. Антонимдер келе қойыңдар. Ал, асып сары. Жас. Қарама-қарсы. Жас. Қарама-қарсы. Кәдімгі керемет, тамаша. Келесі. Түймедей. Түйедей. Келесі. Жасыл. Таза. Лаз. Қалғандарын шешіп отырамыз, балалар. Синонимдер үшінші қатар. Сән үшінші топ. Қызыл. Күш. Күш. Синоним. Қуат. Керемет дауыс шығарамыз. Сары. Құнды. Синонимі. Құнды. Баға. Бағалы. Керемет, жақсы. Бағалы болай болса ары қарай. Түн. Өте керемет. Қатысында сабақтар. Келесі ойлан табасты. Берген сөздерді мағынасына қарай жіктеңдер. Бұл сөздерді қаймағандыққа қатысты болуы мүмкін дейді. Бұл сөздер педагог деген сөз. Қандай сөздер қатысты екен? Ұстаз, тәрбиеші және мұғалім. Келесі қарама-қарсы сөздер. Баяу. Баяудың қарама-қарсы? Тез. Жоғары. Төмен. Жақсы, керемет. Музыканың кілті. Бұл музыканың кілті. Кілті, одан кейін музыкалық аспаптың кілті деген мәрте. Келесі шақырту балалар. Ойлан, жұптас, талқыла, әдісі, шүш шақтығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, сөйлем құрау. Тағам, мағынасы жоқ сөздер. Тағам, мағынасы жоқ сөздер. Не дейміз? Ас. Енді тәтті, ащы. Қандай сөз? Антоним сөз. Ыстық, суық. Антоним, жақсы. Қатты, жұмсақ. Жақсы. Қою, сұйық. Керемет, жақсы. Енді бұға байланысты балар сөйлем құраймыз. Сөйлемді балар қалай құрадыңдар? Жақсы құрадыңдар ма? Жақсы, керемет. Олай болса балалар келесі түсіндірме сөздік пен жұмыс, түсіндірме сөздік. Біз аспазшы деп атысында тамақ дайындайтын, әзірлейтін адамды, аспазшы болмайды екен балалар. Аспаз деп атайды екенбіз. Кім дейді екенбіз? Аспаз. Аспаз да мамандыққа жатады ма балалар? Жатады, иә? Келесі балалар. Балалар жұптық, жұмыс төртінші шарты ғой, теңізші. Яғни балалар теңізші деген біледі ме? Қандай мамандық теңізші? Қайда болады теңізші? Немен жүзіп жүреді? Енді теңізші деген сөз мамандықты көз алдарына елестетіп көріңдерші. Қандай екен? Қиын, ауыр, иә? Қиын, ауыр мамандық. Теңізші болу үшін адамда қандай қасиет болу керек бойында? Көш болу керек, батылдық болу керек, керемет, жақсы. Олай болса балалар, теңізші деген бейне роликті көріп тамашалаймыз балалар. Енді балалар, қиын сөз не? Қарама-қарсы сөз. Қиын. Батыл. Қорқа. Бұл қарама-қарсы сөз еді. Енді жоқ сөздерді естеріне түсіңдер. Қиын. Қиын. Күшті дейміз, иә, мысал үшін. Жақсы. Мәреде теңізші де бұл мамандық есеке. Теңізші бұл өте ауыр мамандық екен. Енді мәтін теңізші деген мәтінді оқимыз. Жақсы, керемет. Балалар, олай болса дәптерге балалар, теңізші осы жерде қармен жазылған сөздердің антонимін, синонимін табамыз. Барлығын жазамыз. Жазып па балалар? Жазып болса, баптан дұрыс керемет жазғасындар. Ары қарай келесі балалар. Сергіту сәтті. Жақсы балалар, отырамыз. Енді шамашылық орнын тап әдісі, берген сөздерден сөйлем құраймыз. Топпен жұмыс,
Қандай сөз шықты Ерасыл? Сені батылдықты ұнатады. Мінекей, біздің мәтінімізде осы келеді екен балалар? Келеді екен. Теңізші болу үшін адам қандай болу керек екен? Батыл болу керек, ержүрек, қорықпау керек екен, иә? Сол кезде ғана адам теңізші бола алады екен. Дұрыс па балалар? Дұрыс, керемет, жақсы отырыңдар. Келесі тапсырма балалар. Тарсия әдісі дегеніміз балалар берілген фигураларды құрастырамыз, бірақ құрастырған сөздер сәйкес келу керек. Қандай фигура құрастырамыз? Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Қандай фигура құрастырады екенбіз? Тарсия әдісі фигура құрастырамыз. Қайсы сөз мағынасының қайсы шығады екен? Көреміз. Кейін тақылап айтып көреміз. Söyleyeyim sen. Bir de söylüyorsun. Aynı söyle. Ne bu? Kerimiye. Benim uzunluğum güneş çizgin şeyler. Yok. Burası Erasıl. Yemek kuralı ara, bazı güneşin dersi ara. Kilise. Caz. Erkeği bölge caz. O zaman. Adamın görüşesi göz. Kulakın basta olan yeri Kulakın basta olan yeri göz. Енді бұл сөз мағынасын қайсына жатар екен балалар? Сөз мағынасын қайсына жатар? Айтылуы бірақ амонимде жатар екен. Жақсы, керемет, тамаша. Екінші топ. Ал. Söyle ғой, Айсұлтан. Айсұлтан. Тез. Тез. Қандай сөз? Келесін. Нұрсұлтан. Ерасыл. Мерей. Жуас. Қандай сөз балалар? Синоним сөздер. Қандай синоним сөздер қандай сөздер екен? Мағынасы жоқ, тағы мәнді сөздер синоним екен. Үшінші топқа оқиғы бол. Жақсы жаңа. Үлкен кіші. Ақылды ақымақ. Аңдеп аласа. Қандай сөздер бар? Қандай сөздер? Антоним сөздер. Антоним сөздер дегеніміз қандай сөздер? Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер екен. Сөз мағынасына қарай балалар нешеге бөлінеді екен сонымен? Үшке бөлінеді екен. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Ол сөздер қандай сөздер? Мағынасы бір-біріне жоқ, мәнде сөздер. Синоним сөздер. Айтылуы бір, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер. Амоним сөздер деп аталады екен. Олай болса балалар ары қарай кері байланыс балалар. Қолдарымызда ұстаймыз. Кім қандай мен ұстайды? Кері байланыс ұстап қойыңыз. Кім мені халық таңдады екен? Құлақ, көз. Енді алтынай
Keri байланыс. Нені таңдадың? Көз. Көзбен көргенім. Көзбен көргенім. Синоним, антоним, амоним сөздерді Ажыратуды. Жақсы, керемет. Аяна. Көзбен көргенім, синоним, амоним, антоним сөздерін көрдім. Ажыратуды білдім. Ерасыл. Өзімен қабылдағаным сөз және оның мағынасын үйрену. Тағы. Аяна. Құлақпен естігенім, синоним, амоним, антоним сөздерін бір-бірінен ажыратуды үйрендіңіз. Балым, бүгінгі сабақтың мақсаты не? Балым. мәтіннен синоним, антоним, амоним сөздері және мақсатты үйрендім. Синоним ажыратуды үйрендіңіз. Тағы. Ерасыл. Көзбен көргенім, синоним, антоним, амоним сөздерді ажыратуды білдім. Синоним, антонимге кім мысал келтіреді басқа? Тағы да кім мысал келтіреді? Бірінші қатар. Антонимге мысал келтіріңізші. Антоним. Қара, ақ. Қара, ақ. Қатты, жұмсақ. Жақсы. Ащы. Ащы, тұщы. Тағы да. Жақсы, жаман. Жақсы, жаман. Синоним сөздерге балалар. Синоним сөздерге кім мысал келтіреді? Мықты, басы. Жақсы. Сұлу, әдемі. Сұлу, әдемі. Тағы да. Алыс десек. Синонимі қандай болады? Алыс. Алыс синонимі. Шалғай дейміз, қашық дейміз де. Амоним сөздерге. Қырық десек. Шашқы, қырықы. Тағы. Қырық. 20-ға 20-ны қосқанда 40 болады екен. Балалар бүгінгі сабаққа өте тамаша қатыстыңдар. Бүгінгі сабаққа алған балдарымды күнделікке қойып беремін. Үйге 5-ші жаттығу ережелерді жаттап келу.